Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүн 1-тоқсанның 1-сабагын бастайбыз. Бүгүнкү сабактын такырыбы компьютер пайдалануунун кири аспектилери. Окуутун максаты эргономика міндеттерин ойлаштыруу жана шешүү, жогору деңгей жайлы жана тийимдүү болуу үчүн. Сабактын максаты такырыптын мазмуну менен таанышуу, эргономиканын аныктамасын жана жумуш орундарын уюмдаштыра билүү, компьютер менен жумуш жасоо барысында орундалатын аракеттерди ажырата алуу, практика жүзүндө алгачкы медициналык көмөк көрсөтө билүү. Барлыгыбыз мына силтеме боюнча өтүп, бүгүнкү такырыпты карап чыгайык. Жакшы карап булсак, даптерибизди ачып, такырыптын эрежесин жазайык. Электромагниттик сауле чыгаруу бул түрлүү сауле чыгаратын объектилерден тарайтын электромагниттик толкундардын энергиясы. Жазып болсак, келесі сүрөткө көңүл аударамыз. Яғни, осылардын барлыгы сүрөттө көрүп тургандай, атайык сүрөттө эмне көрүп туруп окуучулар? Жакшы, барлыгы бизде электромагниттик курулгуларга жатады, Жакшы жарайды. Енді компьютердің келесі тыңдаймыз. Компьютердің адамға тийгизетін зиянды әсерлері қандай? Жеке жүйесінің бұзылуы, иммунитеттің төмендеуі, жүрек қан тамырларының жүйесінің бұзылуы, көзін көру проблемалары, қолдың буындарын салмақ түсуі, ас қорытуға әсер етеді, жеке жүйесінің күйзелісі, психикаға әсер етеді. Яғни компьютердің адамға тийгизетін зиянды әсерлері. Жарайды, жақсы. Тағы қандай зиянды әсерлерді біледі екенсіздер? Жақсы оқушылар. Ары қарай кеттік. Кері әсер барынша азайту. Жүйелік блокты өзінен немқұрайлы алыста орналастыру. Сәулені әсер бейсеңдеттіру үшін мониторды бұрышқа қойған дұрыс. Компьютермен жұмыс істеудің мейлінше қысқартуға қажет. Яғни көп уақыт отыруға болмайды, барлығымыз білеміз, Енді сіздерге тапсырма мынандай. Дербес компьютерде пайдаланудың жағымсыз аспектілері туралы және пайдасы туралы презентация жасаймыз. Ең көбінде 5 слайд болу керек. Оқушылар бір-бірінің презентациямен сосын бағалайсыздар, бір-бірінің презентацияларында көрсетіп бағалайсыздар. Жарайды, жақсы, тапсырмаға кірісеміз. Тапсырманы орындап болсақ, мына кестеге көңіл аударайық және де орындайық. Адам компьютерсіз күн көре алады ма? Дұрыс айтасыздар, жоқ. Компьютер электромагниттік сәуленің көзіне жата ма? Жатады, Компьютер көзінің көру, есту, сақтау қабілетін төмендеуіне, психикасына әсер етеді ме? Әсер етеді, дұрыс айтасыздар. Компьютерде үздіксіз жұмыс жасауға болады ма? Жоқ. Компьютерде жұмыс істеген сергіту сәтін немесе динамикасын даусын басу керек па? Дұрыс айтасыздар, жақсы. Енді келесі жетістік критериялары жөнінде айтайық. Әр түрлі электрондық құрылғының және оның адам ағзасына әсерлерін салыстырады. Электрондық құрылғымен жұмыс кезінде қорғанудың әр түрлі әдістерін ұсынады. Сабақтың рефлексиясы бүгінгі сабақ бойынша. Сіздер не үйрендіңіздер? Не жөнінде айттыңыздар? Кәне айтайық. Жақсы. Қандай ұғым түсініксіз болды? Жарайды, жақсы. Сіз тағы не туралы білгіңіз келеді? Жақсы. Енді бүгінгі сабақты қорытындылау үшін үйге сіздерге тапсырма. Эргономика бұл. Компьютерде жұмыс істеу кезінде эргономиканың негізгі ережелері. Адам ағзасына түрлі электрондық құрылғылардың әсері. Үй тапсырмасын жазып болсақ, бүгінгі сабақ аяқталды. Балалар, сау болыңыздар.